Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 3 сынып, тақырыбымыз 8-9 сандарына көбейту және бөлу. Бірінші, жақсылық пен жамандық тақырыбындағы және жануарлар туралы қандай ертегілерді білесің дейді. Жақсылық пен жамандық туралы ертегілерді айтатын болсақ, қазақ халқында өте көп ертегілеріміз бар, иә? Сол ертегілердің ішінде жақсы кейіпкерлер де, жаман кейіпкерлер де кездеседі. Мысалға айтатын болсақ, алтын сақа ертегісінде кішкентай бала жақсы кейіпкердің кейіпкер, ал жалмауыз кемпір ол жаман кейіпкердің рөлінде ойнаған. Енді дәл сол сияқты басқа да көптеген ертегілеріміз бар. Жарлы мен бай және қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегіде жаңағы айдаһар жаман кейіпкер, бала, кішкентай бала ондағы жақсы кейіпкерде ойнаған. Дәл осы сияқты көптеген ертегілеріміз бар. Енді өздеріңіз жануарлар туралы қандай ертегілерді білесіздер? Сол ертегілермен бөлісіңіздер мұғалімдеріңізбен. Бірінші тапсырма. Қоянның әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? Яғни, қоян әр секірген сайын 8 қадамды аттап өтеді екен. Яғни, 3 рет қоян секірсе, неше қадамды аттап өтеді? Соны есептеуіміз керек. Ол үшін қоянның жүрісін анықтайық. Бір секірет, ол 8 қадам аттайды. Екінші секірет, 16 қадам аттайды. Яғни 8-ді қосамыз 16-ге. Одан кейін үшінші секірет, яғни 16-ға 8 қоссақ 24. Яғни әр секіргені 8 қадам болса, 3 рет секіргенде 24 қадам секіреді екен. 24 қадам. Ал 6 рет секіргенде ше дейді. Яғни 6 рет секіргенде міне 1, 2 рет секірді, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет секіргенде 48 қадамды секіріп өтеді екен. 8 рет секіргенде міне санайық. 1 секірді 8 болды, 2 секірді 16 болды, 3 секірді 24, 4 секірді 32, 5 секірді 40, 6 секірді 48, 7 рет секірді 56, 8 рет секірді, яғни 64. Яғни қоян 8 рет секіргенде 64 қадам, яғни 64 бірлік секірген екен. Оны біз қысқаша түрде 8 көбейту 3 24, 8 көбейту 6 48, 8 көбейту 8 64 деп жазсақ болады. Енді 8-ге көбейту және бөлу кестесін құрастыр және жаз дейді. 8-ге 8 көбейтеміз 60 болды, 8-ге көбейтеміз 9-ды 72, 9-ға көбейтеміз 8-ді 72, яғни бөлулердің орны ауысқанмен мәні жаңа көбейтулердің орны ауысқанмен мәні өзгермейді, Екіншісі 64 бөлу 8, 8 болады, 72 бөлу 8, 9 болады, 72 бөлу 9, яғни 8-ге тең болады екен. Келесі есеп, екінші, қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? 9-ға көбейту және бөлу кестесін толықтырып жаз дейді. Яғни болда жаңағы 8 сияқты әр секірген кезде 9 қадамнан аттап секіріп өтеді екен. Яғни 1 секіргенде 9 қадам секірді, 2 секіргенде 18, 3 секіргенде 27, 4 секіргенде 36, 5 секіргенде 45, 6 секіргенде 54, 7 секіргенде 63, 8 секіргенде 72 болады екен. Дәл осы түрде қысқаша жазатын болсақ, 9 көбейту 9 81, 81 бөлу 9, яғни 9 болады, яғни қай санды 9-ға бөлгенде неше болады? Яғни 81-ді 9-ға бөлгенде 9 шығады екен. Үшінші есеп. 9 басты айдаһардың әр басы түскі аста 2 бәліштен жейді дейді. Айдаһар түскі асқа барлығы қанша бәліш жейді? Яғни айдаһардың 9 басы бар. Әрбірі 2 бәліштен жейді екен. Сонда біз
барлығы қанша, 9 бастың барлығы түскі аста қанша бәліш жейтінін анықтауымыз керек. Ол үшін жазамыз, әр басы 2 бәліштен 9 бас бар. Барлығы қанша? 2-ні 9-ға көбейтеміз, сонда 18 бәліш жейді екен. Айдаһар түскі асқа барлығы 18 бәліш жейді. Төртінші есепке қарайық. Кесте бойынша есептер құрастыр, оларды шығар дейді. Кесте бойынша бір қораптың массасы, саны, жалпы массасы берілген. Бірінші есепте бір қораптың массасы 4 килограмм дейді. Саны 8 дана, жалпы массасы белгісіз. Яғни бір қорап 4 килограмм тұратын бір қорабы. Яғни бір қорабы 4 килограмм тұрады. Ал 8 дана қорап қанша жаңағы килограмм тұратынын біз табуымыз керек. Біреуі 4 килограмм, ал 8-і қанша? Соны табу үшін біз 4 килограммды көбейтеміз 8-ге, сонда 32 килограмм шығады екен. Екіншісі, бір қораптың массасы белгісіз, 8 дана 32 килограмм. Яғни бұл жерде кері есеп, бірінші есепке. Яғни барлық массасы 32 килограмм, 8 дана дейді. 8 дана қорап барлық массасы 32 килограмм. Сонда 1 килограмм, бір қораптың массасы қанша килограммға тең дейді. Оны білу үшін біз 32-ні бөлеміз 8-ге, сонда 4 килограмм деген шығады екен. Яғни бір қораптың массасы 4 килограмм екен. Үшінші есепте 4 килограмм бір қораптың массасы. Саны белгісіз, жалпы массасы 32 килограмм. Яғни санын табу үшін жалпы массасынан бір қораптың массасын бөлеміз. 32 килограмм бөлеміз 4 килограмм, сонда 8 қорап шығады екен. Бесінші есеп. Есептерді шығар дейді. Есепті шығар дейді. 8 төбатайға 64 литр сүт құйылды. 32 литр сүтті құю үшін осындай қанша төбатай қажет? Төбатай сүт құюға арналған ыдыс. Бір тобатайдың сыйымдылығы бірдей дейді. Саны 8 тобатай, жалпы сыйымдылығы 64 литр. Екіншісі белгісіз 32 литр. Оны табу үшін, яғни бізде 8 тобатай 64 литр. 32 литр тобатай дейді. Яғни белгісіз, саны белгісі екіншісінде. Оны табу үшін 64 литрді 8-ге бөлеміз. Яғни жалпы сыйымдылығын бөлеміз санына, сонда 8 литр. Бір тобатайға 8 литр кетеді. Енді 32 дегеніміз жалпы сыйымдылығы. 32-ні бөлеміз 8-ге, сонда 4 жаңағы тобатай шығады екен. Өрнек құрастырсақ, 32 бөлу, жақшаның ішінде 64 бөлеміз 8 тең 4 тобатай. 32 литр сүтті құю үшін 4 тобатай қажет екен. Алтыншы есепке қарайық. Үй иесі қойларын қырқып, жүнін базарға апарып сатты. Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырықты. Егер базарға 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол неше қой қырыққан? Яғни бір қойдан 7 килограмм шықты. 56 килограммнан килограмм болса, неше қой қырыққан дейді. Яғни жалпы 56 килограммды неше қой қырқып шығарған? Соны білуіміз керек. Ол үшін барлық килограммнан, барлық жүннен бөлеміз бір қойдың килограммын, яғни 7 килограммды. Сонда 8 қой шығады екен. Үй иесі 8 қой қырыққан екен. Екіншісі, егер ол бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, онда 8 қойдан қанша жүн алады дейді. Бір қойдан 6 килограмм қырықса, 8 қойдан қанша дейді. Сонда біз оны табу үшін бір қойдың килограммын көбейтеміз 8 қойға. 6 килограммды 8-ге көбейтеміз, 48 килограмм. 8 қойдан 48 килограмм жүн алады екенбіз. Так, бізде берілген 7-ші есепте дейді. Жақша ішінде 65 мың қосамыз 85. Жақша жабылған, азайтамыз 48 мың. Бірінші амал, жақшаның ішін орындаймыз, 65 мыңды 85 мыңға көбейтеміз, сонда 150 мың шығады. 150 мыңнан азайтамыз 48 мыңды, 102 мың шығады екен. Екіншісі, 500 мың азайтамыз, жақшаның ішінде 609 мың азайтылған 452 мың.
Енді жақшан үшін бірінші орындаймыз. 609 мыңнан 452 мыңды азайтамыз. Сонда бізде 157 мың шығады. 500 мыңнан 157 мыңды азайтқанда 343 мың шығады екен. Үшіншісі 175 мың қосылған 900 мың азайтамыз. 465 мыңды. Бірінші жақшан үшін орындаймыз. 900 мыңнан 465 мыңды азайтқанда 435 мың шығады екен. Оған 435 мыңға 75 мыңды қосқанда 610 мың сан шығады екен. Төртіншісі 850 мың азайтылған жақшан ішінде 360 мың қосамыз 185 мыңды. 360 мыңға 185 мыңды қосқанда 545 мың шығады екен. Яғни 850 мыңнан азайтамыз 545 мыңды, 305 мың шығады екен.